Dostlar, assalomualaikum, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? 8 наурызда аман есен өткізіп алдыңыздар ма? Достар, бүгін кеше білесіздер, мен видео түсіргем, оны түстен кейін ғана жұмыс істедім. Ол да жақсы, жаман емес. Енді бүгін таңертең шықсам, заказдар бар ғой, мощный болып тұр екен. Шыға салдым, 1900 кекпен 3300 теңгеге алып келгенсің ғой. Сосын көңіл күй көтеріліп, оларда тойлап жүрген адамдар екен. Оларда қымбат деп жалып жасаған жоқ. Сонымен оларды жеткізіп салдым. Одан кейін тағы 3000-ға заказ алдым. Сондай 7 заказым, 7 тапсырсым. Таза маған қалғаны 14000 теңге болып тұр ғой. Енді 20 теңге ма жетпей тұр. Енді одан кейін не керек? 8 тапсырысқа заказ алам деп тұрсам, доставка шығады ғой, доставка. Сенбейсіздер, достар. Енді мен де өзімде бірінші рет болып тұр. Доставка менде Қарағандыға шығып тұр, Астанадан. Заказды қабылдадым, Қарағанды екен көрдім, қуанып кеттім. Білмеймін, содан кейін қабылдағаннан кейін сразу звондап тұр бір әйел кісі. Сіз көрдіңіз ба, доставка Қарағандыға дейді. Я көрдім дедім. Алло. Да, здравствуйте. Извините, что? Вы выезжаете на Карагандыку? Да, я уже набрал. И вы не ЖК Apple City, да? Или нет? Нет, ЖК Арнау. Не, тогда я уже набрал. Ага. Неге қазір енді сіздерге мынау сөзімді аяқтаған жоқпын, көріп тұрсыздар, звондап жатыр адамдар. Доставка шығады, звондайды. Алло, я Қарағандыға екен көрдіңіз ба? Көрдім, қазір келем, хорошо. Примерно ақшасы қанша шықты десем, примерно 30 мыңдай шықты дейді. Қуанып кеттім. Енді білмеймін қазір процентін қанша алады. Видеоның соңында көресіздер өздеріңіз қанша шықты, қалай болды. Содан кейін не керек, маған да қызық керек. Алдым, барсам кішкентай ғана коробка ғой. Жеп жеңіл ғана. Мен ойлаған бір зат бер жері ма, 27 мың теңгеге отправить жасап жатыр. Енді білмеймін ғой не екен. Корпоративный заказ. Мен бардым да алып алдым бағана коробканы. Одан кейін пустой мінекей. Адам алып алайын деп ойладым. Мен үндемейтін шығар. Жарты сағат разницасымен жеткізем ғой, Құдай қаласа. Бірақ мына жерде маған 4,5 сағат уақыт берді. Қарағандыға дейін доставканы жеткізуге дейін. Сонымен оны алдым да, мен индрайверге заказ қойдым. Индрайверде қазір 2-3 адам жазды. 3 адам алып алайын. Өзімде адамдарды машинада қинамайым. Сонда барлығы жақсы болады. Міне қазір өздеріңіз көрдіңіздер, мен адам жинап қойдым, 3 адам. 4000, біреу 3000 шығар енді. Сонымен 11 мың ба? 11 мыңға адам алдым, 27 мыңға алып кетіп жатырмын. Енді білмеймін, ана 11 мың индрайверім бар ғой, бензин, Яндекстің алған проценттерін жапса да жақсы ғой, енді өзім солай ойлаймын. Енді осылай кете жатырмыз, Құдай қаласа. Қазір 2-3 адамды алып алайық, 3 адам дайын. Одан кейін міне Қарағандыға жетеміз. Мен қазір өздеріңізге көрсетемін, мына жерде 4 сағат деп тұр. Неге, достар, 4 сағат доставка. Не Қарағандыға. Көрдіңіздер ма? Осыған 4 сағат беріп тұр. Мен Құдай қалса бұл 4 сағаттың ішінде жететін шығармыз, адамды алып алсақ та. Пробка болмай тұрғанда қаладан шығып кетсек.
Dostlar, мінекей мынау доставканы келдік. Saat 4:19 өтті. Майқұдыққа кетіп жатырмыз. Адам алып, қайтадан кетеміз Астанаға. Достар, мінекей осылай доставка Қарағандыға келіп тастадық. Ана торговый дом орбита бар екен ғой. Автозапчасть. Сол жерге алып келдім. Қабылда болды сразу. Енді қайтадан Астанаға 3 адам алдым мен. 4000 теңгеден.